Үй жағдайында тығыздығы әртүрлі заттарды араластырып, қызықты эксперимент жасап көреміз. Экспериментке қажетті заттар сұйық май, тосап және су. Алдымен су құйылған стаканымызға тосабымызды құямыз. Тосаптың тығыздығы жоғары болғандықтан, ол су астына тұнады. Енді стакандағы сұйықтығымызға өсімдік майын құямыз. Қосылған зат сұйықтықтың тығыздығын өзгертеді. Сұйық май, яғни өсімдік майы тығыздығы төмен болғандықтан су бетіне қалқып шығады. Нәтижесінде стакандағы сұйықтықта 3 түрлі бейне қалыптасады. Экспериментіміз қызықтырақ болу үшін тығыздығы судан төмен, бірақ майдан жоғары арахис жаңғақтарын салып көреміз. Нәтижесінде арахис жаңғақтары су бетінде қалқып, майда тұнып қалды. Бриллиантовая зеленка спирт ерітіндісінің тамшыларын құйған кезде, оның май бетінде қалқып тұратынын байқадық. Осылайша табиғатта кездесетін тығыздығы әртүрлі заттардың араласуы физикалық заңдылыққа бағынатынын байқаймыз.